Буллинг жас талғамайды. Кез келген адам буллингке ұшырауы мүмкін. Қоғамның дертіне айналған мәселені мамандар жан-жақты зерттеп жатыр. Статистикалық мәлімет бойынша Қазақстанда әрбір 5-ші бала буллингке ұшырайды. Жалпы балалардың буллингке ұшырауы көп жағдайда балабақшада басталады екен. Буллингке ұшыраған баланың мінез-құлқы өзгеріп, қызығушылығы жоғала бастайды, тұйықталады. Бала стрессте жүреді. Буллингке қай жерде ұшыраса, сол жерге барғысы келмейді. Мысалы, балабақшаға барғысы келмейді, аулаға шыққысы келмейді, тығылып жүреді, қашқақтайды. Бұл өте ауыр стресс. Бала әртүрлі нәрседен қорқады, жиі ойланып, уайымға салынады. Осындай әрекеттерді әбден зерттеген мамандар Алматы қаласындағы нөмірі 161 балабақша базасында бас қосып, айтулы мәселемен күресудің жолдарын талқылады. Бала топқа келгеннен кейін бір-біріне топқа үйренісу үшін топ жинай бастайды. Өзіне ұнайтын топ болады, ұнамайтын топ болады. Сондықтан да мына ұнамайды деген балалардан жаңағы болашақ буллинг пайда болады деген сияқты. Оларды қалай жасау керек? Бұл жерде тәрбиешінің қырағылығы керек, тәрбиешінің көрегендігі керек. Егер сондай баланы байқаған жағдайда онымен жеке жұмыс жүргізу керек. Буллингке ұшыраған баланы ата-аналары мен тәрбиешілер бірлесіп құтқаруы керек. Сонда ғана бұл іс жеңіл түрде шешілетін болады. Балабақша мамандары буллингпен күрестің тиімді жолының бірі ұлттық тәрбие деп біледі. Ұлттық тәрбиені біз қолға алу керекпіз. Өйткені имандылыққа, мейірімділікке, кішіпейілділікке үйрететін ол біздің түп тамырымыздан келе жатқан өзіміздің қазағымызға тән тәрбие деп айтар едім. Сондықтан да бүгінгі күнде ұлттық тәрбиенің алар орны ерекше. Бүгінгі балабақшадан бастап оларды мейірімді болуға, үлкенді сыйлап, кішіге ізет көрсете білуді қалыптастыратын болсақ, болашақта бізде бұл буллинг тақырыбы қозғалмайды деген үлкен сенімдемін.